Видеоны бастамастан бұрын лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, осы баланың каналына жазылып, колокольчикті басып, видеосына лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сіздер тіркелсеңіздер, бұл бала қуанып қалар еді. Уақыт өткен сайын дүниенің түрлі бөлшектерінде белгісіз мақлұқтар пайда бола бастайды. Көптеген адамдар ондай мақлұқтарды көргенде камерасын алып түсіре бастайды. Бірақ бұл видеоға сенесіз бе, сенбейсіз бе, өзіңіз білесіз. Бұндай жағдайға тап болған адамдар камерасымен түсіріп алады. Біздің өмір сүріп атқан жерде белгісіз мақлұқтар өте көп. Демек, ғажайып әлем арнасынан белгісіз мақлұқтарды көретін боласыздар. Видеоға дайын болсаңыздар бастаймыз. Бұл кадрда белгісіз мақлұқ түсіп қалған. 2011 жылы Жапонияда 9 балға көтерілген жер сілкінісі болды. Ғалымдардың айтуы бойынша Жапонияда бұл сілкініс 600 жылда бірақ болады. Бұл сілкіністің әсерлеріне цунами орын алады. Бұл жағдайдан кейін 16.000 адам қаза тауып, 2.000 адам белгісіз жоғалады. Цунами болып жатқан мекенді камераға түсіріп алған белгісіз адам еш нәрсеге ұқсамаған мақлұқ көрсетеді. Теңізде өмір сүретін неше белгісіз тіршілік иелері болады. Алайда бұл олардың ешқайсысына ұқсамайды. Бұл мақлұқ үйдің ішіне қарай кіріп жасырылады. Адамдар бұны газ немесе химиялық элементтердің қосылуынан пайда болған деп түсіндіреді. Исландиялық үлкен жылан. Бұл кадрларға назар салып қарасақ, бұрынғы заманда өткен 40 аяғы бар жыландарға ұқсайды. Ол туралы жазулар 1945 жылы жазылған. Алайда 2012 жылы бір адам өзінің камерасына бұл жыланды түсіріп алған. Бұл мақлұқ өз теңізінде ғана тіршілік етеді. Ал түсінбегендер балық аулаушылардың бір әзілі деп ойлайды. 2015 жылы Қытайдың Шэньчжэнь қаласындағы көл тазалаушылар көлге тазалық жүргізгенде ұстап алған белгісіз мақлұқ. Олар ұстап алған мақлұғын темір торға қамап қояды. Оның тырнақтары ұзын және үстінде жүн жоқ. Бұл тордан қашпақшы болған мақлұқ темір торды біртіндеп тістеп, сымдарын жұлып жатқан болатын. Ғалымдар бұны қытайлық фолклор персонажы деп түсіндіреді. Және ол суда мекендейді. Ал басқалары болса ол аюның жоғалып кеткен құнжығы деп ойлайды. Бірақ та ешкім бұған жауап бере алған жоқ. Бұл жағдай 2015 жылдың июлінде теңізшілер тарапынан видеоға алынған. 1800 метр тереңдікте суасты аппаратына түсіп қалған белгісіз мақлұқ. Бұл мақлұқты ешкім биология кітабында көрмеген. Ғалымдар бұны суасында жүзетін корон мақлұғын еске салады деп айтқан. Бұл теңізшілердің пікірінше скифонаврларға ұқсайды. Бұл мақлұқтар адамдарға ұқсас колонияға бөлінеді. Және олар бір-біріне жабысып топтасып жүреді. Біріккенде олардың ұзындығы 20 метрге дейін барады. Соңғы 20 жылдарда жапондық мұзды суларда мекен ететін үлкен мақлұқ табылды. Денген мақлұғы, яғни жапон тілінен аударғанда адам деген мағынаны білдіреді. Мақлұқтарда ірі дене және аяқ қолдар басы болады. Бұл мақлұқтардың айғайлаған дауысы мемлекеттік кемелердің қызметкерлеріне естіледі. Бұл мақлұқты олар су астында видеоға түсіріп алған. Біздің видео соңына жетті. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.